Сәлем достар, бүгін біз құрманың қасиеттері туралы айтатын боламыз. Құрманы Құдайдың азығы деп бекер айтылмаған. Басқа өнімдер сияқты құрманың да өз кемшіліктері бар. Бірақ бірінші пайдалы жақтарын айтамыз. Құрма Қытайдан келеді және дәмді өсімдіктері мен сәндік ағаштары үшін 2000 жылдан бері өсіріліп келеді. Құрма нағыз құнды жеміс. Витаминдер мен минералдардың көп мөлшері бар. Оның калориясы төмен және талшықтары көп. Әсіресе салмақ тастауға жақсы көмектеседі. Бір ғана құрманың құрамында А витамині өте көп. Және тағы С, Е, В витаминдері бар. Құрма калий, магний және фосфор сияқты минералдарға бай. Каротиноидтар мен флавоноидтар сияқты. Сондықтан құрма күніне 1 штуктан жесеңіз ауруларыңыз азаяды. Жүрек ауруына пайдалы, яғни холестерин мен қан қысымын төмендетуге пайдасы мол. Бұл жемісті жеу қант диабетінің екінші даму қаупін азайтады. Құрма құрамында көз ауруларының қаупін азайтатын лютеин мен диоксиданттар бар. Құрамындағы А витаминінде көздің жақсы көруін жақсартады. Құрма ағзадағы әртүрлі қабынуларды азайтады. Қатерлі ісікке қарсы әсері бар. Құрма жапырақтары шайға қолданылады. Олардың құрамында С дәрумені, флавоноидтар және магний, кальций, фосфор минералдары бар. Қант диабеті, атеросклероз, қан қысымы және қабыну кезінде шайдың емдік қасиеті бар. Құрманың құрамында магний болғандықтан бүйректе тастардың пайда болуына жол бермейді және организмнен тұздарды шығаруға көмектеседі. Құрма шырыны анемияны емдейді. Құрамында темірдің мөлшері бар. Күніне 2 мезгіл 50-100 мл құрма шырынын ішсеңіз, сіз темірдің жетіспеушілігін ұмытасыз. Кері әсерлері аллергиялық реакциялар тудырады. Жай адамдар қалыпты мөлшерде тұтынған дұрыс. Ал болашақ аналар мен емізетін аналар құрманы байқап жегені дұрыс. Және 3 жасқа толмаған балаларға да қатысты. Құрманы аш қарынға жеуге болмайды. Асқазанда жара пайда болуы мүмкін. Бірақ бұл піспеген құрмаларға қатысты. Құрманы қан қысымы төмен адамдар жеуге болмайды. Өйткені қан қысымы одан сайын түсіп кетеді. Жұмысымызды қолдаудың ең оңай жолы видеоларымызға лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Қолдауларыңызға рахмет. Өзіңізге қамқор болыңыз.